Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен осындай самса рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жасап көрсеңіздер болады. Алдымен ұн мен тұзды салып араластырамыз. Бөлме температурасындағы майды саламыз, суды құйып, қолымызбен жақсылап араластырып шығамыз. Біркелкі болғанша. Қамырымызды илеп алдық, енді оны 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Келесі кезекте біз ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге керек пияз, картоп, қызанақ, ет және май, яғни жыр. Осылардың барлығын 4 бұрышты формада турап аламыз. Келесі кезекте тұзын саламыз, одан бөлек дәміне қарай өзіңіз дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Менде қара бұрыш, кориандр, паприка қостым. Жақсылап соның барлығын араластырамыз. Енді қамырдың кішкене бөлігін осылай кесіп аламыз, оны 4-ке бөлеміз. Осындай шарикте жасап, шетке алып қоямыз. Енді қалған қамырымызды 4 бөлікке бөліп, әр қайсысын шарик етіп жасаймыз. Қамырды бірінші жайып аламыз осылай. Келесі кезекте ыдыс саламыз. Менде сорпа құятын ыдыс. Соның ішіне жайған қамырымызды салып, ішіне салмасын салатын боламыз. Одан кейін жақсылап түйіп аламыз. Себебі піскен кезде ішінен суы шығып кетпес үшін. Жаңағы ең бірінші кескен шаригіміздің біреуін аламыз, кішкене жайып аламыз да, бір шетін алып қоямыз. Қалғанын қолымызбен жаямыз. Сосын үлкен қылып жайғаннан кейін ортасына бір қайырып, осындай өрім сияқты қылып жасаймыз. Соны енді самсаның үстіне қоямыз. Содан кейін жаңағы бір кішкентай шарикті үстіне қоямыз. Бұл жерде уже қақпасы сияқты болады. Барлығын дайындап болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз үстіне. Қалауыңызға қарай үстінен күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 1-1,5 сағат пісіреміз. Міне біздің самсалар дайын болды. Өте дәмді, өте керемет, сочный болып шығады. Ішіндегі салмасының картоп, еттері толығымен пісіп шығады, жасап көрсеңіздер болады. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Камиля, ас болсын.